Бүгінгі тақырыбымыз опущение туралы болады. Бұл сұрақ өте маңызды, өте жаңағыдай әйелдің өмірінің комфортына әсер ететін сұрақтар болады. Опущениеге келтіретін себептер не ол? Опущениеге келтіретін себептер ол көп босану, көп ұрықты двойня, тройня босану, немесе салмағы ауыр нәрестелер босану болып табылады. Және де ол коллагеннің жетіспеушілігінен жаңағы жатырды жоғарыда ұстап тұратын байламдардың, қынаптың байламдарының әлсіреу салдарынан болады. Бұл негізгі себептер, бұдан да басқа себептер бар, бірақ негізгі бетте жатқан жиі кездесетін себептер осы болады. Енді бізде халықта әйелдердің ортасында опущение болдым, опущение матка болдым деп айтады. Ол опущение матка деген ол тек қана бірнеше патологияның бәрін опущение деп айту болып табылады. Қазірге сіздерге түсінікті қылып түсіндірейін. Қалыптыда қынапқа кіреберіс болады, қынаптың өзі болады, және ішкі жыныс мүшелері болады. Бұған жатыр, жатыр мойны, қосалқылар кіреді. Бұл қалыпты жағдайда бұл жатырды өзінің байламдары болады. Осы байламдар оны іштің кішкі жамбас қуысында ұстап тұратын өзінің байламдары жаңағыдай өз қызметін жасап, толыққанды жасап тұрған кезде. Ал жаңағы айтқан себептер болған кезде, мысалға көп босану, көп ұрықты босану, ірі ұрықтар босану, мыналардың, мына байламдардың жаңағыдай тығыздығы ұзарып, созылып, мынау мүшелер былайынан төмендеуі мүмкін. Бұл жаңағы жатырдың өзінің опущениесі туралы айтқан кездегі болатын жағдай. Ендігі кейбір кезде опущение матка деп кейбір біздің әйелдер мынау қынаптың артқы қабырғасы, қынаптың алдыңғы қабырғасы, қынаптың алдында қуық бар, қынаптың артында тік ішек бар, үлкен дәрет бар, мына жерде кіші дәретіміз бар біздің. Осы қынаптың артқы қабырғасы төмен қарай түсетін болса, ол ректоцеле деп айтамыз. То есть мынаны ректум деп айтамыз. Үлкен тік ішекті ректум. Ректоцеле. Мынау қуық болса, ол алдыңғы қабырғасын цистоцеле деп айтамыз. Алдыңғы қабырғаның салбырап төмен түсуі. Кейбір кезде ректоцеле мен цистоцеле бірігіп қосылып келеді. Ол жаңа көп босанған, жаңағыдай жасы келген әйелдерде көп кездесетін вариант. Көбінесе ректоцеле жиірек кездеседі. Сіз дәрет алған кезде, жуынған кезіңізде мына жерден бір томпайып тұрған бір ұсталатын нәрсені байқайсыз. Ол көбінесе ректоцеленің жаңағы жарық деп айтамыз. Сол жарықтың денесіне қолыңыз тиген кезде сіз бір түрлі жағымсыз сезімдер пайда болады сізде. Бір нәрсе, артық нәрсе тұрған сияқты. Кейбір кезде мына жоғары жақтан сезсеңіз, ол қуықтың жарығы болады. Яғни бұның түскеннің бәрі, опущениенің бәрі матка емес. Кейбір кезде қынаптың алдыңғы, артыңғы қабырғасы бөлек түседі. Олар бөлек патология, емделуі де сәл басқаша. Ал кейбір кезде мынау қынаптың қабырғасының әлсіздігінен бөлек және жаңағы мынау жатырдың өзінің бұлай түсуі байқалады. Бұл патологияның кездесетіні, бұл үлкен менопаузадағы, жаңағыдай климаксқа түскен жастағы или апаларда кездесетін патология. Бұл патология мынау ұстап тұратын связкалардың бәрі өз қызметін мүлдем жасамаған және ұзақ ауыр жұмыс істеген әйелдерде кездесетін. Мысалға, қандай да бір өзінің кәсібіне сәйкес бір затты қатты көтеріп былай нагрузка түсірген кезде осы патология дамиды. Бұл мынаның жатыр мойнының төмен сыртқа шығып келуі, бұл өте дөрекі патология болып табылады. Жаңа сыртқы жыныс мүшенің. Өйткені сіздің мына іш киіміңіз бар. Іш киіміңізге мынау іште тұратын сыртқы ортамен қатынаспауы керек мүшелер, мынау сіздің үлкен жаңағыдай
үлкен опущение болған кезде сіздің киіміңізге қажалады, сіз жүресіз, ол жаңағы жүрген сайын мынау іш киімге қажалады. Бұл өте нәзік ткандер болғандықтан бұл қажалып, содан кейін бұның беті қабынып, базданып, ісініп, воспаление болады. Бұның осындай сияқты асқынулар бар. Бұл таза асқынулар кездесуі өте сирек болады. Бұл уже асқынған қабынумен бірге кездесетін опущениялар. Бұл кезде әрине мына структуралардың бәрін реттеу керек, сол кезде ғана емделеді. Ал қынаптың өзінің қабырғасының жаңағыдай опущениялар кезінде айтатын болсақ, ол артқы кольпарафия и алдыңғы кольпарафия деген операциямен емделеді. Ал мынау жатырдың полный сыртқа түсуі, кейбір кезде ол енді өте сирек кездесетін, мүлдем мынау жатырдың денесі, ішкі денесі сыртына айналып шығып кетеді. С выворотом деп айтамыз ол кезде. Мынау жатырдың ішіндегі бала жататын, менструация келетін бөлігі сыртқа айналып шығып кетеді. Ол өте жаңағыдай қайғылы, өте ауыр ситуация болып табылады. Ол емделуі де өте нашар. Бірақ мен өзімнің практикамда бұндай науқастар өкінішке орай кездескен. Үлкен апаларымыз айтуға ұялып, сыртына кәдімгідей дорба сияқты нәрселер киіп жүріп күн кешкен апаларымыз да бар. Ол өте жақсы емес. Ол өте асқынған, операциясы да өте күрделі операциялар жасалу керек болады. Сондайға жеткізбеңіздер. Әйел болмысы ауыр нәрселерді көп көтеруге арналмаған. Физикалық тұрғыдан қаптар көтеру, жәшіктер көтеру ол ауырлық тидіреді. Сондықтан осындай нагрузкасы бар нәрселер істесеңіз, кейін бұның салдары болады. Енді осы опущениялардың түрлеріне қарай емдеу жолдарын айта кететін болсақ, жеңіл желпі варианттарда, мысалға, ол кегелі жаттығулары, интимная жаңағыдай тренировки деп айтып атады, оның түрлі варианттары бар, ол туралы тоқтамай кетейін. Мен уже хирургиялық ем қажет ететін жағдайларын айтайын. Жаңа айттық қоя, қынаптың артқы қабырғасын жаңағыдай ректоцелия болған кезде, жарығы болған кезде, опущение задней стенки влагалища болса, онда сізге задняя кольпарафия деген операция жасалу керек. Операцияның мақсат мәні, мына жерде пайда болған жарықты, сыртқа шығып, мына жақтан шығып тұрған жарықты, осы жарықты мынау қынаптың өз тканімен жаңағыдай дубликатура істеп, ол үшін ромбовидно бұл кесіледі. Қынаптың артқы қабырғасы ромбовидно кесіліп, мынандай төңкерілген төртбұрыш ретінде қарап, ол былай кесіліп, мына жердегі артық ткандер алып тасталады, созылынған, былайша жалпақ тілмен түсірген кезде созылып, жаңағыдай өткізіп тұрған ткандерді кесіп, былай тігістеп, мынаны тарту болып табылады. Бұл тарту барысында өзінің әсері пайда болып, мынау жарық алынып тасталады да, мынау жалпы көлемі тарылады. Бұл задняя кольпарафия, артқы кольпарафия. Енді алдыңғы кольпарафия дейміз. Алдыңғы кольпарафия жасалуы ол, когда сіздің қабырған қынаптың алдыңғы қабырғасының бейтіп томпайып сыртқа шығуы кезінде қолданатын операция. Ол мынау жатыр мойнына дейін, и содан кейін мына жерде зәр шығаратын канал болады. Бұл алдыңғы кольпарафияға жасауға келген әйелдердің шағымданатын белгілердің бірі, ол сиген кездегі жаңағыдай струясының толық емес шашыраңқып, жайылып сейілуді айтады. Сол проблема өте, мысалға, әйелдің жаңағыдай дәрет сындырған кезде оның иісі шығуы, жағымсыз болуы, струясының дұрыс емес болуы салдар тағы да бір белгісі ретінде жүреді. Сондықтан мына жерден бастап алдыңғы қабырғасының ткандері алынып, өстіп алдыңғы қабырға тігіліп шығалады, тігіс салынады.
алдыңғы қабырға бойынша. Содан кейін мына жерде өзінің тағы да мен істейтін тағы бір операция бар. Ол автор, американдық автор бойынша мына жерде дополнительный қуыққа қарай, несепе ағарға қарай мынандай кесет тәрізді тігіліп, бүйтіп мына жерде дополнительный зәрге бөгет шығару. Зәрдің шығуына бөгет құру болып табылады. Бұл операциядан кейін әйелдер кіші дәретінің комфортты болғанына, өзіне деген сенімділік, мысалға қатты күлгенде, қатты түшкіргенде, жөтелгенде кіші дәреттің шығып кетуінің тоқтағандығын айтып, бұл операцияның өте жаңағыдай мынандай өмір сүруге деген әйелдің өмір сапасын жоғарылататын операциялар болып табылады. Және де осы операциялар передняя, задняя кольпарафия деген операциялар жаңағыдай пластика промежности операциясымен бірге жасауға болады. Ол кезде сіздің егер де жыныс ернеулер толық жабылмаса, жаңағыдай тез қабыну болса, осындай жаңағыдай пластика промежности деген операция жасалады. Соның барысында мына кіреберісіңіз тарылтып, жаңағыдай физикалық, жыныстық комфорт пайда болады.